Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Қызыл кілемде Райхан Абраева, театрдегі құрмет орденінің иегері. Лимузин, қызыл кілем, қолшатыр, құдды бір кино әлемі. Я, бұл мәдениет қызметкерлері үшін дайындаған әдемі кеш. Өздеріне арнайы төселген қызыл кілеммен жүріп өткен мәдениет ардагерлері ерекше сезімде. 75 жылдан бастап 17 жылға шейін мәдениет саласында қызмет еттім. 30 жыл кітапхана директоры болдым. Облыстық қалалық кітапхана, қазір музыкальный колледжде сабақ беремін. Құтты болсын, мәдениет саласына көңіл бөліп, осы марапаттап жатқанына барлықтарына рахмет. Бізде облысымызда 115 мәдениет мекемесі бар екен. Соған 1,5 мың адам қызмет жасайды екен. Енді мәдениет қызметкерлерінің жалақысы аз екенін білесіздер. Сол аз жалақыға қарамай, бұны мәдениетте жүрген адамдардың өзі фанат болады. Өз ісіне берілген адамдар. Бүгін сол өз ісіне берілген көп адамдарға өзінің марапаттарын алды. Сол еңбекке берілгендігі үшін. Жезқазған өнермен өрісті өлке. Бүгінде Мысты шаһардың мәдениет және өнер ордаларында 365 адам еңбек етеді. Серке Қожамқұлов атындағы Қазақ музыкалық драма театры, Тайжан Қалмағанбетов атындағы филармония, тарихи археологиялық мұражай, 11 кітапхана және 7 мәдениет сауық мекемесі халыққа рухани мәдени қызмет көрсетеді. Әртүрлі жанрдағы 30-ға тарта шығармашылық ұжым, хор, би, эстрада, вокал ансамбльдері бірлесіп жұмыс істейді. Салтанатты шара басталмас бұрын қонақтарға арнайы дайындалған бейнефильм көрсетілді. Қобыздың үні әуеледі. Кеш жүргізушілері музыкалық тележобалардың продюсері Бекболат Арыстанбеков және эстрада жұлдызы Гүлнұр Орасымбетова. Ұлытау облысының барлық мәдениет қызметкерлерін, өзімнің әріптестерімді мерекесімен құттықтаймын. Жұмыстарына үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Осы елден өнерлі жандар шыға берсін, бүкіл әлемді бағындырсын деген тілек айтқым келеді. Ұлттық мәдениетімізді насихаттап, рухымызды ұлықтап, руханият саласына еңбек сіңген сала қызметкерлері үлкен құрметке лайық. Бүгін олардың еңбегін елейтін, алғыс айтатын күн. Біздің киелі Ұлытау облысы ғана емес, сонымен қатар Қазыналы Жезқазған қаласында өнерін барлық елге, халыққа көрсетіп жатсыздар. Осы жұмыстарыңыз абыройлы бола беріп, әрі қарай да өздеріңізге зор денсаулық, бастарыңызға амандық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Кеште мәдениет саласының қызметкерлеріне Жезқазған қаласы әкімінің құрмет грамоталары мен алғыс хаттары табысталды. Биылғы жылдың үздіктерінің есімдерін еститін сәтте келіп жетті. Жыл әртісі Серке Қожамқұлов атындағы Жезқазғандық Қазақ музыкалық драма театрының әртісі Айнұр Қабдырашеваға, жылдың эстрада жанрының вокалисі Тайжан Қалмағанбетов атындағы Жезқазған филармониясының әртісі Гүлдәурен Жидебаеваға берілді. Мен енді осы филармонияда, Тайжан Қалмағанбетов атындағы филармонияда 20 жылдан астам еңбек етіп келе жатырмын. Барша өнер иесіне еңбекте жемісті өнер сахналарынан, биік шыңдардан көріне берсін деп тілеймін. Жыл хореографы Шалқыма өнер академиясының хореографы Ақерке Омароваға, көркем өнерпаздар ұжымының үздік жетекшісі Шалқыма өнер академиясының жетекшісі Мақпал Садықоваға, жылдың үздік кітапханашысы Гүлназира Сүйіндіковаға бұйырды. Мен бүгін өте қуаныштымын. Жылдың үздік кітапханашы номинациясымен және әкімнің 200 мың сыйлық сыйақысымен марапатталып жатырмын. Жезқазған қаласының мәдениет бөліміне, орталықтандырылған кітапханалар жүйесі ұжымына көп рахмет айтамын. Ал жылдың үздік музей қызметкері Жезқазған тарихи археологиялық музейі мен көрме залының бас қорсақтаушысы Құралай Жухановаға, алтын жолақ номинациясы ақын жазушы Кенжебай Ахметовке, көркем сөз шебері қаламыздың мәдени рухани шараларына белсене қатысып, өз үлесін қосып жүрген Раушан Қожабаеваға, үздік техника маманы, халықтар достығы мен мәдениет үйінің қоюшы операторы Ульянов Даниярға табысталды. Жүлдегерлердің әр қайсысына 200 мың теңге көлемінде ақшалай сыйақы берілді. Басты марапат мәдениет және өнер саласын дамытуға қосқан үлес үшін номинация және 300 мың теңге ақшалай сыйлық. Серке Қожамқұлов атындағы Жезқазған музыкалық драма театрының режиссері қала деңгейінде өткен көптеген іс-шаралар мен мерекелік бағдарламалардың қоюшы режиссері Теміржан Жамботаев алды. Кеше Теміржан Жамботаев Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің мәдениет саласының үздігі төсбелгісімен марапатталды деген қуанышты хабар жетті. Мәдениеті биік елдің мәртебесі де биік болатыны сөзсіз. Сондықтан бұл дәстүр алдағы жылдарда жалғасын тауып, жергілікті билік тарапынан мәдениетке, өнерге қолдауы
арта бермек. Гүлім Маратқызы, Думан Оразов, Бекжан Маратұлы, Ұлытау телеарнасы. Адамға білім ғылымды көбейту үшін екі қару керек. Бірі пікірлеспек, екіншісі берік сақтау. Бұл Абайдың 32-ші қара сөзінен үзінді. Абайдың есімін иеленген мектеп-интернаты байқауға тыңғылықты дайындалған. Осы облыстық кезеңі жаңадан ашылған, жаңадан бой көтерген Абай мектебінде өтіп жатқаны біз үшін үлкен мақтаныш, үлкен құрмет болып саналады. Мектеп оқушылары Абай дәуірімен үндесіп жатқандай. Байқаудың облыстық кезеңіне өңіріміздің түкпір-түкпірінен 8-11 сыныптардан жиналған 50 оқушы өтті. Осы Абай оқулар байқауында жүйріктен жүйрік жарысқанда аталымы бойынша қазылар алқасындамын. Қазіргі уақытта 8 қатысушы біздің алдымызға өз жұмыстарын тапсырды. Қазір олар және өздерінің ақындық деңгейін тағы бір дәлелдеу үшін арнайы біз берген тақырыптар бойынша өлең жазып отыр. Осы үйде жазып келген ақынға арнау өлеңі мен осы жерде жазған біз берген тақырып бойынша өлең арқылы сұрыпталып жеңімпазды анықтаймыз. 6 аталым бойынша жеңімпаздар анықталды. Бірі Абай өлеңдерін жатқа айтса, бірі ән орындады, енді бірі Абайдың қара сөздерін мүдірместен айтып берді. Сондай-ақ эссе жазды, шығармаларды мәнерлеп оқудан сынға түсті. Мен 8-ші сынып оқушысы боламын. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы номинациясын бойынша келіп тұрмын. Әзірше 75 өлең жаттадым, бірақ болашақта одан да көп жаттауға тырысамын. Мен жүйріктен жүйрік озар номинациясы бойынша, яғни Абайға өлең шығару, Абайға арнау сияқты өзімнің туындыларымды әділ қазылар алқасында ұсынатын боламын. Қазір жақсы әсердемін, және бәсекелестік көп болғандықтан, және қарсыластарым көп болғандықтан әрине қобалжу бар. Бірақ мен өзіме сенімдімін. Ал тамыз айында өтетін республикалық кезеңге үздіктердің үздігі жолдамалады. Гүлім Маратқызы, Сергей Майкович, Ұлытау телеарнасы. Турнирге еліміздің 8 облысына және Астана қаласының спортшылары мен намыс спорт кешенінің боксшылары қатысты. Жалпы шаршы алаңда 200-ге жуық былғары қолғап шеберлері бақтарын сынауға дайын. Бұл турнирдің қаншалықты дәрежесі қаншалық деңгейде жоғары екенін турнирге арнайы келіп отырған қонақ болып әлемге аты әйгілі Болат Жұмаділов ағамыздың келіп отқанынан білуге болады. Мен спортшыларға тек қана сәттілік, баршаңызға жақсылық тілеймін. Тоғызбай Тәжбенов жарты ғасырға жуық аймақ экономикасының өсіп өркендеуіне өлшеусіз үлес қосты. Бүгінгі дүбірлі додаға Тоғызбай Тәжбеновтың жары да қатысты. Роза апайға намыс спорт кешені қоғамдық қоры ұжымның атынан қазақтың салт дәстүрімен кәде сый тарту етілді. Тоғызбай Абсаматұлын еске алып, осындай турнирді ұйымдастырып жатқан кісілерге үлкен алғысымды білдіремін. Ал қатысушыларға сәттілік тілеймін. Шараға Олимпиада ойындарының 2 дүркін күміс жүлдегері Болат Жұмаділов, Қазақмыс корпорациясының өкілдері, ардагерлер мен спорт басқармасының өкілдері құрметті қонақ ретінде шақырылды. Осындай жарыстар керек, әр спортшыға шеберлігін нығайту үшін осындай жарыстарда бокстасып, өнерлерін дамыту керек. Турнир басталды. Шаршы алаңда жас былғары қолғап шеберлері барын салуда. Жаттықтырушыларын жерге қаратпаймын деген жас боксшылардың әрқайсысы жеңістен үмітті. Ал чемпионаттың қорытындысы 21 мамырда шығады. Гүлім Маратқызы, Бекжан Маратұлы, Ұлытау телеарнасы.